Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы музейдегі көне заттар. Бүгінгі сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсың. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табасың және сөйлеу барысында қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Көне заттар, құмыра, ыдыстар, жауынгер. Жалғауға назар аударайық. Бұл музей. Мен музейге бардым. Сен музейге бардың. Сіз музейге бардыңыз. Ол музейге барды. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқы, қайтала. Алтын адам. Оқушылар, сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. Ыдыстар, алтын, құмыра, айтты. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, түсінгеніңді айтып бер. Оқушылар, бейнежазбаға назар аударайық. Білімге алға! Алматы облысындағы Есік қорғанынан сақ дәуіріне жататын алтын киімді адам табылғанын білесіңдер ме? Археолог Кемел Ақышев бастаған ғалымдар 1970 жылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Есік қорғанынан әйгілі көшпелілер өркениетінің ерте темір дәуіріндегі інжу маржаны, сақ мәдениетінің мақтанышы алтын адамды тап. Ескерткіш әлемді таң қалдырған тарихи жаңалық ретінде бағаланды. Сақ жауынгері 4000-ға жуық алтын әшекеймен апталған. Бас киімінің өзінде 150 аң мен құс бейнеленген. Сақ ханзадасымен қоса жерленген тостағандағы жазу сақтардың тілі көне түркі тілі екені дәлелденді. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Мен сабақтан соң сыныптас достарыммен бірге орталық музейге бардым. Гид бізге экспонаттар туралы айтты. Музейде құмыра, кесе және тағы да басқа көне зат көп. Әнелге көне домбыра ұнады, маған алтын адам ұнады. Оқушылар, сұрақтарға назар аударайық. Әлібек сыныптас достарымен бірге қайда барды? Олар музейде не көрді? Кімге не ұнады? Сен қандай музейге бардың? Саған не ұнады? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтарға қалай жауап бердік? Бірге тексерейік. Әлібек сыныптас достарымен бірге орталық музейге барды. Олар музейде экспонаттар көрді. Әнелге көне домбыра, Әлібекке алтын адам ұнады. Мен кітап музейіне бардым. Маған көне кітап ұнады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар, іске сәт. Суретке қарап, сөйлемді қалай толықтырдық? Бірге тексереміз. Ол қай күні музейге барады? Әлібек сенбі күні музейге барады. Анна сейсенбі күні музейге барады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Оқып, тапсырманы орында. Оқушылар, берілген кестеге қарап, сөйлемдерді оқимыз, толықтырамыз және алтын адамның суретін саламыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Бесінші тапсырма. Сөйлем құра. Оқушылар, берілген кесте бойынша сөйлем құрастырамыз. Іске сәт.
Қандай сөйлемдер құрастырдық? Бірге тексерейік. Атам мен әжем құмыра туралы айтты. Әкем кесе туралы айтты. Анам ыдыс туралы айтты. Ағам сурет туралы айтты. Досым киім туралы айтты. Раушан апай алтын адам туралы айтты. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындадың. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді таптың және сөйлеу барысында қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсіл арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 28-ші беттегі 6-шы тапсырма. Кеше досыңмен бірге музейге бардың. Сол туралы сөйлесіңдер. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.